Саламатсыздар ма? Менің арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін орама дайындаймыз. 800 грамм ет, 400 грамм жуа, 500 грамм картоп және бір бас чеснок. Осында ет пен жуаны чеснокты қосып тартып жібереміз. Мынау жаңа етіміз, ет тартқыштан өткізген. Жуаны да ет тартқыштан өткізіп жібердік. Біз үйдің балалары жаңа жуаны жемейді, сол себептен де ет тартқыштан өткізіп жіберемін. Мына картопты майда осы көбіктеп турап шығамын. Мынаның ішінде 1,5 шай қасық тұз, жарты қасық құмшекер, жарты шай қасық бұрыш. Мына біздің қамырға керек зат: 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 100 грамм қатық, тұз, қара бұрыш, укроп. Мына біздің енді қамырымыз. Бұда бұрыш, тұз, жұмыртқа, айран. Осыны қосып араластырып илейміз. Мынау біздің қамырымыз. Осы қамырды қазір екіге бөліп, мынау укропты сол жартысына қосамыз. Мынау біздің енді орамамыздың қамыры. Біреуіне укроп пен бұрыш қосылған, біреуіне тек қана қара бұрыш қосылған. Осы екі қамырды екі бөлік дайындаймыз. Укроп пен қара бұрыш қосылған екі қамырымыз. Қазір осыны жайып аламыз. Осыған бірінші фарш саламыз. Өстіп мына укроп қосылған қамыр өстіп жайып аламыз. Шұқалап. Сосын фаршымызды жаймен бүйтіп жайып шығамыз. Шұқалап. Енді өстіп бүктейміз. Мата арқылы байлап, мына үстіне бүйтіп саламыз. Мына біздің бірінші орамамыз бұл қара бұрыш қосылған тек қана өзі. Мынау екінші бұл қара бұрыш, укроп қосылған қамыры. 45-50 минутқа қойып қоямыз өйстіп. Міне біздің орамамыз дайын болды. Жасап көріңіздер.